Карбункул немесе шиқан. Жалпы бұл карбункул дегеніміз шаш фолликуласы, тері асты май бездерінің жедел іріңді некрозды қабынуы. Этиологиясы негізгі себебі алтын түсті стафилококктар немесе стрептококтар болып табылады. Яғни пайда болған кезде ең бірінші шашты фолликула қабынып, пустула ірің түзіледі. Көбінесе жеке бас гигиенасын дұрыс сақтамаған жағдайда авитаминоз, иммунитеті төмен, қантты диабетпен ауыратын адамдарда көп кездеседі. Карбункул көбінде желке тұсында, бетте, көз маңында, ерін аймағында, жауырын ортасында, арқада, аяқта кездеседі. Клиникалық көрінісі зақымдалған тері қызарып, қабынып ісінеді. Ол жерде тығыз инфильтрат пайда болады. Инфильтрат үстінде іріңді пустула көрінеді. Ол жарылғанда ішінен ірің бөлінеді. Науқаста интоксикациялық синдром пайда болады. Дене температурасының көтерілуі, жалпы әлсіздік, бастың ауруы, ауыр жағдайда құсу, естің жоғалуы. Еміне келетін болсақ, карбункул енді пайда болып келе жатқан кезде консервативті ем тағайындаймыз. Карбункулдың орналасқан жеріне байланысты төсектік режим, витаминдер, антибиотиктар, антисептикалық таңғышпен таңамыз. Консервативті ем тиімсіз болған жағдайда хирургиялық ем, ең бірінші фасцияға дейін тілік жасап, іріңдіктерді ашып, антисептикалық ерітінділермен мұқият тазалаймыз. Одан кейін 10% натрий хлор протеолиттік фермент ерітінділерімен малынған тампондармен дренаж жасаймыз.